Компьютерлік сауаттылық курсы интернеттен ақпаратты іздеу. Интернетте өте көптеген ақпарат бар екенін білеміз, және де осыншама көп ақпараттың ішінде адасып кетпеу үшін көбінесе іздеу қызметтері қолданылады. Олардың да түрі жеткілікті, бірақ ең кең тарағандарының бірі ол Google. Енді осы Google'да ақпаратты іздеудің қандай қызықты және пайдалы әдіс-тәсілдер бар екеніне тоқталайық. Әрине түсінікті, бұл жерге кез келген кілт сөз бойынша сіз ақпарат іздеп таба аласыз. Мысалы, компьютер деп жазатын болсақ, қате жазсақ та бізге ұсыныстар келеді. Сол ұсыныстардың ішінде біз дұрыс нұсқасын таңдаймыз. Біз қажетті ақпаратты ала аламыз. Әртүрлі сайттар әртүрлі ақпарат береді. Енді қандай қызықты әдістер бар? Біз мысалы қарапайым арифметикалық амалды жазатын болсақ, бізде бірден онлайн калькулятор ашылады. Осы жерде біз кез келген есептеулер жүргізе аламыз. Және де кейбір асығыс сәттерде бір арифметикалық амалдың мәнін білу керек болған кезде осы әдіс сізге әбден өз көмегін тигізуі мүмкін. Енді бізде ақпарат іздеуде арнайы кілт сөздер бар. Ол кілт сөздер сізге ақпаратты белгілі бір деңгейде шектеуге немесе нақтырақ іздеуге көмектеседі. Мысалы, бізде сайт деген кілт сөз бар. Сайт кілт сөзін жазамызда қос нүкте қоямыз. Содан кейін сіз ақпаратты іздегіңіз келген сайтты жазыңыз. Мысалы, Nurkz деп жазайық. Содан кейін сіз іздегіңіз келген ақпараттың кілттік сөзін жазыңыз. Мысалы, атамекен деп жазайық. Енді Enter батырмасын басатын болсақ, бізге берілетін ақпараттың барлығы, міне сізге көрініп тұр, Nurkz сайтынан беріледі. Яғни біз анық бір сайттан көлемінде осы атамекен сөзін іздестіріп жатырмыз. Әрине, егер бұл біз алғашқы сөздерді алып тастайтын болсақ, атамекен сөзіне берілетін басқа да арнайы сайттар, басқа да ақпарат интернетте жеткілікті. Бірақ біз белгілі бір деңгейде шектедік. Келесі кілт сөз file type деп аталады. Мысалы, махаббат қызық мол жылдар, содан кейін ағылшынша file type PDF деп жазайық. Бізге берілген бірінші сілтеме ашып көрейік. Міне, көріп отқандарыңыздай, бізге махаббат қызық мол жылдардың PDF нұсқадағы кітабы табылды. Бұл мүмкіндік сіз белгілі бір файл типін іздеген кезде әрине өте пайдалы болады. Мүмкін сіз аудио файл іздеуіңіз мүмкін, MP3 деп немесе слайд іздеуіңіз мүмкін, тағысын тағы. Әрине біз жалпылама ақпаратты іздей аламыз. Мысалы, компьютер деп жазайық тағы да. Осы кезде жоғарғы жақ шетте белгілі бір фильтрлар бар, яғни сүзгілер бар. Біріншісі все деп тұр, яғни барлық мүмкін болған ақпараттар беріледі. Кейінгі картинки үстіне басатын болсақ, бізге берілген кілт сөз бойынша, яғни компьютер сөзі бойынша барлық сәйкес суреттерді береді. Бұл жердің өзінде инструментіға басатын болсақ, біз белгілі бір сүзгілер қоя аламыз. Мысалы, тек үлкен өлшемдегі суреттер берілсін деп, түсін, түрін, уақыт аралығын және басқа да сүзгілерді қолдануға болады. Немесе тек қана видеолар берілсін деп айтуға болады. Яғни компьютер сөзіне қатысты бізге түрлі видео ресурстардан әртүрлі видеолар келіп түседі. Жаңалықтар. Осы кілт сөз бойынша соңғы уақытта қандай жаңалықтар келіп түсті. Және де жаңалықтың түскен уақытында анықтауға болады. Мына жаңалықтың шыққанына 20 сағат болған, мына жаңалыққа 1 апта болған, және тағы сол сияқты. Келесі әдісті көрсету үшін Google-дың бастапқы парақшасына бару керек. Мына жерде микрофон суреті тұр, яғни түсінікті, сіз даусыңыз арқылы, пәрмен беру арқылы белгілі бір ақпаратты іздей аласыз. Бірақ мен сізге одан да бір пайдалы мүмкіндікті көрсеткім келіп тұр. Мына жерде картинки деген жазу тұр, соған басатын болсаңыз, бізде енді фотоаппараттың белгісі пайда болды. Соған басайық.
Бізде екі мүмкіндік бар. Біз суреттің сілтемесін қоя аламыз, немесе суретті өзіміздің компьютерімізден жүктей аламыз. Өзіміздің компьютерден жүктейік. Мен сіздерге Arduino платасының суретін дайындап қойдым, салайық. Осы сурет Google-ға жүктеледі. Google ондағы ақпаратты қарап, соған сәйкес бізге ақпарат береді. Мысалы, қазір көптеген Arduino платаларының бізге сілтемелерін беріп тұр. Ол түрлі мақалалар болуы мүмкін, немесе тіпті Arduino'ны сататын интернет дүкендер болуы мүмкін, тағысын тағы. Яғни, осы жердегі суретті анализ жасай отырып, біз ақпарат ала аламыз. Бізде мүмкіндік бар: іздеу мүмкіндігі, мәтінді алу мүмкіндігі, немесе осы суретте тұрған мәтінді бірден аудара аламыз. Мысалы, дәл қазір біз ақпаратты іздеп жатырмыз осы суретке қатысты. Мысалы, біз мәтінмен жұмыс істей аламыз. Осы суретте қандай мәтін бар, сонымен жұмыс істей аламыз. Мысалы, Arduino сөзін ерекшелейік. Бірден Arduino кілт сөзіне қатысты интернеттен белгілі бір ақпараттар келіп жатыр. Немесе суреттегі ақпаратты бірден аудара аламыз. Әрине, бұл жердегі барлық сөздер аударылып кетті. Arduino деп орысшалады. Uno дегенді, мысалы, 1 деп бірден аударып жатыр, тағысын тағы. Егер сіз белгілі бір суреттегі затты немесе орынды іздейтін болсаңыз, Google-дың осы қызметі сізге өте жақсы көмектеседі. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.